Сәлем балалар! Бүгін біз жүйке жүйесімен танысамыз. Қазір оның ішінде саяхат жасаймыз. Жүйке жүйесі ағзадағы барлық мүшелерді байланыстырады. Ол денемізді басқарады. Жүйке жүйесі арқылы біз ойлаймыз, қозғаламыз және сеземіз. Орталық жүйке жүйесіне ми мен жұлын жатады. Олар ақпаратты өңдейді. Ми ағзаның басты басқару орталығы. Ол барлық әрекеттерді реттейді. Жұлын ми мен денені байланыстырады. Ол ақпаратты өткізеді. Шеткі жүйке жүйесі бүкіл денеге таралған. Ол мүшелерді басқарады. Жүйке жүйесінің негізгі жасушасы нейрон деп аталады. Нейрон бірнеше бөліктен тұрады. Әр бөлігінің өз қызметі бар. Дендриттер ақпаратты қабылдайды. Олар қысқа және тармақталған. Жасуша денесінде ақпарат өңделеді. Мұнда ядро орналасады. Аксон ақпаратты басқа нейрондарға немесе мүшелерге жеткізеді. Ол ұзын талшық тәрізді болады. Синапс нейрондардың бір-бірімен байланысатын орны. Ақпарат осы жерде беріледі. Ақпарат жүйке импульсы арқылы таралады. Ол өте жылдам қозғалады. Жүйке жүйесі ағзаның барлық жұмысын басқарады. Ал нейрондар оның негізі. Жүйке жүйесін қорғау өте маңызды. Ол жарақаттан және зиянды әдеттерден қорғалуы тиіс. Дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану және тынығу жүйке жүйесін нығайтады. Осылайша, жүйке жүйесі денелерді негізгі жасушалар болып табылады.